Айлардың сұлтаны Рамазан айы болса, мың айдан да қайырлы бүгін Қадір түні. Бұл түні Құран кәрімнің аяттары түсе бастаған. Қадір түні жасалған ғибадат 83 жылдық сауапқа пара-пар. Жалпы Қадір түні деген сөздің өзі араб тілінен тағдыр деген мағына береді. Сол себепті бұл түнде адамның бір жылдық тағдыры ғана емес, ризық несібесі де жазылады. Қадір түні не істеу керек? Өкінішке қарай көбі Қадір түнін жай ғана ұйықтамай қарсы алу жеткілікті деп санайды. Алайда бұл қате түсінік. Алланың мейірімінен үміт еткен әрбір адам Қадір түні кірместен бұрын дәрет алып, таза киім киіп, үстіне қош иісті әтір сеуіп, қасиетті түнді күтуге дайындық жасауға тиіс. Қадір түні мақсат тек ұйықтамай, ояу жүру емес, тілек тілеп, дұға жасап, намаз оқу. Қасиетті түнді көңіл көтеру орындарында емес, үйде немесе мешітте өткізген абзал. Ішімдік ішуге, адамдардың сыртына ғайбаттап, өсек айтуға, жанжалдасуға, дауласуға тыйым салынады. Ал теледидардан ойын-сауық бағдарламалар мен фильмдердің орнына тәрбиелік мәні бар дүниелерді тамашалаған дұрыс. Қадір түнінің құрметіне дастархан жаюдың қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп есік-терезелерді ашып қою да қате. Мұсылмандар бұл түнді барынша құлшылықпен, шын жүректен өкініп, күнәлары үшін кешірім сұраумен өткізуге тиіс. Таңға дейін қасиетті Құран кітабын оқып, дұға жасаған абзал. Қадір кеші күн батып, ауыз ашқан сәттен бастап таң ататын уақытқа дейін жалғасады. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Қадір түні тілеген тілектеріңіз қабыл болсын.